Sağlamasından oluşlar. Sağlamasınlar. Жарайсыздар, отырыңдар. Бүгінгі сабағымызды бір-бірімізге сәттілік тілеуден бастайды. Қымбат Гүлнұрға сәттілік тілеймін. Gülnur sen olsun. Gülnur sen olsun. Gülnur sәттілік. Ayakla sabahımızı eski bakın. Ayşe'ye gülnur sәттілік. Aylarım Avrupa deniz olsun. Gülnur olsa sabahta bizde olmuşum. Ayzele geliyoruz, Ayzele. Bravo. Бүгінгі сабағына сәттілік тілеймін деп отыр. Айта ғой. Asıl бүгінгі күні сәтті өтсін. Ayın olsun sonra ötüyorum. Bu da günün sәтті өтсін. Благодарит sabahımızda kanalımızda ettik. Senin günlerin toğlar besledik. Ama yine siz olsun bizim ağımızda cadrak oynap koyuyoruz. Ой, рахмет. Балалар, көңіл-күйіміз қалай? Көңіл-күйіміз көтеріңіз ме? Ондай болса, сабағымызды бастайық. Біз үй тапсырмасында қай тапсырманы өттік? Жазба дебектегі. Яғни енді үй тапсырмамыз біз пазл арқылы бір сұрақта 3 жауаппен астында тұрған жасырын суретімізді ашуымыз керек. Келе ғой, қымбат. İsimler kaç topқа bölünеді? Басамыз. Қанша топқа бөлінеді? İsimler 3 topқа bölünеді. Біреусін басамыз. Дұрыс, жарайсың. Жарайсың, қымбат. 2 балл саған. Келе ғой, Ернұр. Ана жерде бір дейсіңдер, қанша топқа бөлінеді? Қанша топқа бөлінеді? Қымбат, келіп мына жерден бір суретті таңдап алып кетейік. Балалар қазір мына тақтаға шыққан кезде тақтаның үстіндегі суретті аламыз. Қанша топқа бөлінеді? Дұрыс, жарайсың. Ернұр, 1 балл жарайсың. Келе ғой, жылдам. İsimler Қанша топқа бөлінеді? İsimler 3 topқа bölünеді және оны біреуі қалмайды. Дұрыс, жарайсың. 3 балл айырым. Келе ғой, Айзере. Неге үстілер жылқым алып көптеп өсірген? Жоқ, кетінен басамыз. Үйсіндер қандай шаруашылықпен айналысты? Егінмен мал шаруашылығы. Біреусін басамыз, аға. Жарайсың. Айзере. Келе беріңдер. Айзере, 2 балл. Үстілер қандай шаруашылықпен айналысты? Мал шаруашылығы және егін шаруашылығымен айналысты. Дұрыс, жарайсың. Ақ отасың. 3 балл. Келе ғой. Айзере, кім? Айыр. Қытай авторы ішіндегі қалай сипаттады? 6 жылдысының адамы болған. Жарайсың. Мына жерден сурет ала кетеміз. Қыздар сендерше сурет алдыңдар ма? Келе ғой, мен жылдам. Қытай авторлары ішіндегі қалай сипаттады? 80 әскері болған. Жарайсың. Айзере. Сурет ала ғой жерден. Қытай авторы ішіндегі қалай сипаттады? 20 Неге исінде жылқым алып көптеп өсірген? Өйткені жүйріктілігі және төзімділігі үшін. Жарайсың. Рамазан 3 балл. Бір суретті қандай олайды? Бір сурет аламын. Келеріңдер. Кім жауап берген? Шығып жауап берген. Бай исіндегі жылқы саны. 1500. Жарайсың. Келе ғой. Бір суретті таңда. Бай исіндердің жылқылары саны. Қанша кетті бұлардың саны?
жарайсың. Мына жерде бір сурет. Кім? Бағдәулет. 2 балл. Келе ғой, барлық жауапкершілік аяна түндір. Жылдан отырмаймыз, жауап бермегендеріміз шығып, жылдан жауап береміз. Сұрақта дауысын шығарып оқимыз. Ишмердің баспанасы Чилти. Жарайсың. 2 балл. Кел. Сурет аламыз. Biz şarjı mı oluyor? Ana bay yüzünde жылқысына кетті ғой. Неге үйсіндер жылқы малын көптеп өсіреді ойлайсың? Дұрыс, жарайсың. Сурет ала ғой. Кім жауап берген жоқ? Кел ғой, досымжан. Қай сұрақтың жауабы мына жерде? Жылқы малын көптеп өсіреді. Дұрыс, жарайсың, келе ғой. 3 балл. Кел, тағы кім қалып кетті бізде? Бізде Бағдәулет жоқ, сабақта бүгін. Кел. Жан кел ғой, кел ғой. Қай сұрақ? Баспанасы не болды? Жоқ, үйсіндердің баспанасы. Қай авторы үйсіндерді қалай сипаттасыз? Қай авторы үйсіндерді жуан болған дейсіз? Дұрыс таппағанбыз. Дұрыс, жарайсыңдар. Яғни, не көріп отырыз? Карта көріп отырыз, үйсіндер мемлекетін көріп отырыз. Енді қасында көрші мемлекеті, қаңлы мемлекеті. Яғни, бүгінгі біздің тақырыбымыз қаңлылардың қалалық мәдениеті. Сабақтың тақырыбы қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы. Оқу мақсаты ұлы жібек жолының пайда болуын түсіндіру. Сабақтың мақсаты ұлы жібек жолының пайда болуын түсінеді және Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтайды. Енді біз қазір топқа бөлініп алайық осы жерде. Жаңа сурет алдық қой. Құмыраны алғанымыз, мен жазу қоям, құмыра тобына отырамыз. Енді бір сурет ала ғой. Құмыраны алғанымыз, құмыра тобына отырамыз. Керуеннің суретін алғанымыз, керуен тобына отырамыз. Жібек матаны алғанымыз, жібек тобына отырамыз. Содан батайық. Суретті алғаннан судан отыра қалайық. Орнымызға. Тиш. Сен қай суретті алдың? Жібекті алдың, е? Жібек мата Рамазанда бұнаққа келеді. Судан. Орнымызға отырайық. Енді алдарына инспекторларымыз береді. Мына жерде инспекторларымыз бар. Инспекторға қарап отырып, орындайды. Тапсырмаларды. Енді араларынан топ басшыны сайлаңдар, топ басшысын сайлап, аттарыңды жазып, бағалауларын жазып отырасыңдар. Мен жаңа бағалауды беріп отырмын ғой. Әрқайсының артында балл саны тұр. Үй тапсырмасына Рамазан қанша алды мысалға? Әрқайсының қасына жазып, ең соңында ұпай санын шығарамыз. Топ басшысы сайлап, оқушылардың аттарын жазыңдар. Топтарында қанша оқушы отыр? Сол оқушылардың аттарын жазамыз. Енді қазір біз видео сабақ көрсетеміз. Видео сабақта оқиғалар тізбегін сөйлетеміз. Оқиғалар тізбегін сөйлетеміз. Қазір. Сіздер картамен жұмыс жасайсыздар. Сіздер деректерді сөйлетесіздер. Картаға қарасаңыздар, карта сөйлейді дейді. Картаны құмыра тобына бердім ғой. Ірі сауда орталықтары болып саналған қалаларды белгілеңдер. Сырдария бойымен жүрген бағыт қай мемлекеттің аумағынан өтті? Қаңлылардың өмір сүрген аумағын белгілеңдер. Деректер сөйлейді. Видеода көргендеріңізді сурет арқылы сөйлетесіздер. Көрген видеоларынан оқиғалар тізбектерін құрастырасыңдар. Яғни енді біз
Videomuzu ko'rib olayız. Yani vallahi videonu koyduk koyar. Yine ben sizlerge kadar suret verdim. O surette çok jike, jike жұмыстарына. Үй тапсырмасына ескертіп жазып қоясың, кімге қанша болып қойды. Жоқ, үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына жазып, ручкамен жазып, ручкамен. Мына жерде сурет бердім, сіздерге міне. Сурет берді, сіздерге жазамыз. Деректерді сөйлетеміз. Құрастырғанда екі артында балы жазылып тұр.
Сіздер оқиғаларды тізбектеп жазасыздар. Оқиғаларды тізбектеп жазу қыздар Айгерім түсініп па? Тізбектеп не көрдіңіздер видеода? Ретімен айналдырып жазып шығасыздар. Қымбат, топтасып жұмыс жасаймыз. Дұрыс жарайсыңдар. Мұрат оғыр. Осы жерге енді атауларын тауып жазамыз. Қағаз. Суреттерді тізбектеп, директпен сөйлетеміз. Не деп айтылды? Жабыстырасыз, астынан нағасырдан салға. Ұлы жібек жолы. Жабыстырамыз. Солтүстік, өзінде деген сияқты астына жазасың. Ол кездерде қандай діндері қандай болды? Жабыстырыңдар, топтасып. Енді отырмаймыз. Кезек-кезек ме? Кезек-кезек емес, жабыстыра беріңдер. Не естіргер? Адластырып жабыстыра береміз. Адластырып жабыстыра беріңдер. Суретті сөйлетуіміз керек. Суретті сөйлетуіміз керек. Сіздер оқиғалар бірінші жаңа видеоны мұнда тыңдадыңыздар ма? Ойларыңызда не қалды? Соны не айтылды? Тыңдадыңыздар ғой, көрдіңіздер. Көргендеріңізді тыңдағандарыңызды жазасыздар. Тізбектеп жазып шығасыздар. Топтасып жұмыс жасаймыз, Айгерім. Отырмаймыз. 10 минут уақыт береміз. Топтық жұмысқа. Қасына жаза бересің онда, е? Жоқ, мына екеуі шамалы арасын ашуы керек қой. Өйткені мынаның астына жаза бересің. Мына жерде не туралы айтылғанын жазуы керек қой. Суретке түсіндіріп беру керек. Түсіндің ба? Мысалға мына суретті қолдарын жазып не айтқанбыз? Сурет алмаймыз. Тізбектеп жазамыз. Не көрдік, не естідік видеодан. Тақта қояйға. Дискрипторларына қарап қойыңдар. Дискрипторларына сендердің жұмыстарын мысалға картамен жұмыстың дискрипторы тұр. Ірі қалаларды белгілейді дейді. Сырдария бағытын анықтайды. Қаңлардың аумағын анықтаңдар. Қаңлар мемлекеттің аумағын сызамыз. Сіздерді видеоны көреді, оқиғалар тізбегін салады. Ақпараттарды анықтайды. Қандай ақпарат айтылды, яғни видеода? Сіздер жазасыз жарайды қасынан. Осы суретте не айтылды? Видеоны көреді, суреттерді ақпаратпен байланыстырып, көргендеріңізді жазасыздар. Енді отырмаймыз. Отырмаймыз, топтасып жұмыс жасаймыз. Енді яғни Қытай императорлық дейін біздің заманымызға дейінгі 138 жылы біздің заманымызға дейін 138 жылы батыстан алыс жатқан елдерге елші жіберді, иә? Шыңғысхан бастаған елшілер қазіргі Ферғана, Самарқан, Жетісу өңірлерінде болған. Олар өздерімен бірге өз елдерінің жібек өнімдерін ала барған. Жібек өнімдерін ала барған. Топтасып жұмыс жасаймыз, топтасып. Жібек өнімдерін ала барған. Арада 13 жыл өткеннен кейін Шыңғысхан өзінің құлымен бірге Қытай еліне оралады. Барған жерлерінен хабарларын, өнімдерін өздерімен бірге ала келеді. 10 жылдан кейін
кейін осы саяхатшымен бірге сайдан жібек артқан керуен батысқа шығады. Бұл жібек жолының бастауы болды. Жібек жолының бастауы Хуанхэ өзенінің аңғарынан басталған. Мен айтатын тыңдап, өздеріңе керекті жерлерін түсіп аламыз. Топтас, қыздар. Қытайдан батысқа бағытталған сауда жолы қаймен өтті? Жетісумен оңтүстік Қазақстан арасында Сырдария бойымен Қаңлы мемлекетінің аумағынан өтті. Біздің заманымызға дейінгі 3-1 ғасыр аралығында Қаңлы Сырдария, Арыс, Талас өзендерінің аңғарларында Қаратау өңірінің өмір сүрген өңірінде. Ұлы жібек жолының қызылмен әжеде қызық үздіксіз болып тұрғаны не бұл? Ұлы жібек жолының жолы, Ұлы жібек жолының астында жаза кетсеңдерші. Ұлы жібек жолы Хуэнгэ өзенінен басталған. Ұлы жібек жолы Ұлы жібек жолы жолының адамдарға Ұлы жібек жолы халықтың дамуына көп үлес қосты. Яғни айтарыңыз бар ма? Күндір. Және біз бұларды барлығын осы видеода көрдік. Дұрыс, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Келе ғой, сіздер оқушылармен жазып жатсыздар. Отыра қойыңдар, мағалаларыңыз берем. Айтылар. Қымбат. Ұлы жібек жолының картасы. Бұл біздің ұлы жібек жолымен жүріп өткен жерлер. Және өзінде ұлы жібек жолының қалалары. Қалалардың атаулары? Қалалар олар Тараз, Сырдария, Астана, Алматы, Балқаш, Арал теңізі, Бұл жерде Ұлы жібек жолы оңтүстік, солтүстік болып екіге бөлінді. Асылар, жазылайын, жолы христиан және ислам болып бөлінді. Үшіншісі, Қытайдағы сатылған түркі қағанаттарының картасы.
Бұл жер Қытай императоры. Батысқа жолға шыққан жібек жолы. Бұл жібек жолының орнына кеменің шығуы. Енді, оқи ғой. Не көріп тұр? Ол жібек жолында жібек мата өнімі өте құнды бағалы зат болған, бұйым болған. Ол алтын мен валютаның орнына не істейтін болған? Қызметін атқаратын болған. Жарайсыңдар отыра Toplaşlar, yaz programı. Енді біз жұрттық жұмыс орындаймыз. Тарихи диктант жазамыз. Бос нүктенің орнына керекті сөзді табамыз. Айзере сен. Ернің орындайсыңдар. Bunu öğretiyorum. Üçüyor zorundayım. Bir oraya, kımdan nerede gelirler? Bir oraya, Stol, orundan kala gel. Buraya bir zaten, orundan hareket diktattan, aslında tekiyorum. Çıktan zorundaysınlar. Boz mülkünün oruna gerekli sözді тауып жазамыз. Көріп тұр ғой. Қытай императоры Уди біздің заманымызға дейінгі қай жылы жіберді ержүректі? Топтасып жүктасып ерлік. Айзереге қарай көмектес. Кітапта оқулықта тұр. Оқулықпен көрген видеомен байланыстырып, көр нүктенің, бос нүктенің орнына керекті сөзді тауып жазамыз. Кітаптарымызға ашылды, кітаптарымызға, оқулықтарымызға тұр. Керекті сөзді табамыз. 5 минут уақыттарымыз бар. Дискрипторға бір қарап қоямыз. Video sabahtan, okuldan alına taktırmak. Geçelim, astar yazısalım. Çıkta, kım bozunlar astar yazısalım. Çocuklarımızda sürücülerde okuluktan, dağlarda, diskriptörümüzden
оқып отырықпа, қарап отырамын скрипторға. Бос орындарды толтырады, тарихи диктантты жазады. Апай, біз оқымыз? Оқыпа барлығымыз? Енді тақтаға қараңыз. Өздеріңді тексеріп көріңіз, дұрыс жазыңдар. Бізде қазіріміз бағдырыз. Рамазан оқиға сұрап қойсын. Қытай импературасы біздің заманымызға дейін 138 жылы Қытайға жатқан алыс елдерге елші жіберді. Тағы да 10 жыл өткен соң саяхатшымен бірге Қытайдан Парижға жібек батысқа жібек артқан түйемен аттанды. Қытайдан батысқа бағытталған сауда жолының бір тармағы жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өткен. Оңтүстікке Қазақстан арқылы өткен. Дұрыс жарайсың. Апай, оқи беріңдер. Қытай императоры Уди біздің заманымызға дейін 138 жылы батыста жатқан алыс елдерге елші жіберді. Тағы да 10 жыл өткен соң осы саяхатшымен бірге Қытайдан батысқа жібек артқан түйемен аттанады. Қытайдан батысқа бағытталған сауда жолының бір тармағы жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өткен. Қызылмен жазылған, яғни біздің қабатты сөздерінде өздерін тексеріп отырсыңдар ғой? Жарайсыңдар. Қаңғылар Қытай және Ушан елдерімен сондай экономикалық және саяси байланыстар орнатты. Оларға шығыс шекарадан Қытайдың қолдауына ие ішінде қысым жасады. Қаңғылар билеушісі өз қызын ғұн патшасын алдады. Ұзатып әскери орда басқарды. Дұрыс жарайсыңдар. Оқи беріңдер. Қытай императоры Уди біздің заманымызға дейін 138 жылы батыста жатқан алыс елдерге елші жібереді. Тағы да 10 жыл өткен соң осы саяхатшымен бірге Қытайдан батысқа жібек артқан керуен аттанады. Қытайдан батысқа бағытталған сауда жолының бір тармағы жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өткен. Дұрыс жарайсыңдар қыздар. Рахмет. Қаңғылар Қытай елдерімен сауда және саяси байланыстар орнатты. Оларға сықыр шекарадан Қытайдың қолдауына ие болып отырған ішінде қысым жасады. Қаңғылар билеуші өз қызын ғұн патшасы ұзатып әскери орда құрды. Қытай императоры Уди біздің заманымызға дейінгі 138 жыл батыста жатқан алыс елдерге елші жіберді. Тағы да 10 жыл өткен соң осы саяхатшымен бірге Қытайдан батысқа жібек артқан керуен аттандырады, иә? Қытайдан батысқа бағытталған сауда жолынан бір тармағы жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өткен. Қаңғылар Қытай Ушан елдерімен сауда экономикалық шығыс шекарадан Қытайдың қолдауына ие болып отырған ішінде қысым жасады. Қаңғылар билеушісі өз қызын Шиге ұзатып әскери орда құрды. Жарайсыңдар. Енді біз хаттарға қараңдар. Ненің суретін көріп тұрық? Түйенің суретін көріп тұрық, иә? Яғни біз түйемізді керуенмен жүргізейік. Келе ғой, Рамазан. Кезектегі шығып топпен алып сұрақтарына жауап берейік. Жібек жолы арқылы таралған діндер. Жібек жолы арқылы буддизм, христиан және ислам тілі таралды. Келе шыққан. Келе беріңдер. Ұлы жібек жолын өзінің атауын қай ғасырда алды? Ұлы жібек жолын
және 9-шы ғасыр, 9-шы ғасырлар аралығында алды. Жібек сатудан Қытай мемлекетінен мәселеге түскен ері соқты деді. Келе ғой. Өтеміз. Ұлы жібек жылы алғашқы сауда байланысы қашан орнатылды? қашан жасады? Бізге дейінгі Біздің заманымызға дейінгі бір ғасыр. Жібек жолының арқасында көп елдер тараған әлі күнге базарда сатылып жүрген жібек мата. Ұлы жібек жолы бойымен халықаралық сауданың жоғары деңгейде дамыған кезеңі 9-шы және 13-ші ғасырлар аралығында. Жібек жолының 3-ші форматы Қазақстанның қай қаласынан шықты? Қай қаласынан шықты? Қай қаласынан шықты? Көмектесе ғой. Тараз қаласы және Жетісуда және Астанадан және Балатолар қалаларынан шықты. Жарайсыңдар. Келе ғой. Жібек жібінің ұзындығы қанша метр? 7-8 метр аталған. Жарайсың. Келе ғой, келе ғой. Оқымайын, келе ғой. Келе ғой, шоғыз. Қарсы тұрушыға ұн патшасына не қылады? Өзінің қызы ұзатады, е? Дұрыс, жарайды. Қытай император Ули Қайырбай ешкі берді. Қытай император Ули бізге дейін 168 жылы ешкі берді. Дұрыс, жарайсың. Келе ғой, кім жауап берген жоқ? Жылдан қыздар шығамыз. Жібек жолы қайдан басталады? Жібек жолы Хуанге өзенінен аңғарынан басталады. Біздің қаласында дейін 2-ші ғасырда Қытайдан батысқа аттанып 10 жыл болған император 13 жыл болған. Қаны, демай біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан Қытайдан батысқа аттанып 13 жылдан кейін оралған императордың ал 13 жылдан елшіліктен оралған император. Дұрыс. Отыра ғой, жарайсың. Келе ғой, саған кім жауап берген жоқ? Ернің, айранның келе ғой. Ерні, берғай үшін, күреуің, берғай тұр. Аяна. Берғай жағында тұрды. Сан Сиан бастаған елсірі қай өңірінде болған? Қай өңірде болды? Қай өңірде болды? Көмектесеміз оқушылар. Айсері. Жетісу сияқты өңірлерде болды. Жетісу, қазіргі Ферғана және Сырдария жаңа видеода көрдік. Кітапта да тұр оқысаңыздар. Жарайсың, отыра ғой. Сызка. Ұлы жібек жолының ұзындығы қанша метр? 7000 километр. Дұрыс, жарайсың, енді отыра ғой. Енді бізде ердәулет жоқ болғандықтан бір түйеміз қалып кетті. Қаңлы мемлекетінің аумағында Қазақстанның қазіргі заманғы қай қалалар орналасқан? Қай қалалар орналасқан? Қаңлы мемлекетінің аумағында Қазақстанның қазіргі қай қалалар орналасқан? Қай қалалар орналасқан? Кім айтады? Сырдария, Ферғана, Қаласы, Қаратау. Қаратау өңірінде
balını шығара беріңіз. Топташылар балды есептеп шығара беріңіздер. Первый раз береміз енді бүгін сабақта. Не үйрендіңіз? Қоржынға жабыстырамыз, білім қоржынына апарып жабыстырамыз. Бүгінгі сабақта не түсіндіңіз, не үйрендіңіз, нені түсінбедіңіз? Кім Рамазан, оны түсінеміз, оны қазір сіздерге. Жазамыз. Нені үйренді, нені білді, не түсініксіз болды. Жаздырамыз. Білім қоржынына апарып білеміз. Сонда верно жаза қойып. Топташылар бағалы жазып қойыңдар ғой, қазір соңында оқимыз. Жазып қойсақ, білім қоржынына апарып біле береміз. Оқысаңыздар, түсінікті болса, бірінші береміз, барлығы түсінікті болса. Біле бер, астына береміз. Барлықтарына түсінікті болды ма? Түсінікті бар? Түсініксіз болса, түсініксіз болған жерлерін жазамыз. Bardağımız bildik bə. Toqdaşlar yerdə. Kim qancha bal aldı? Qani. Ayım. Do'stumjon Qo'miratova. Do'stumjon bitta summasidan 3 ball oldi, to'xtajimizdan 3 ball oldi. Общий nesini aytasan? Жалпы ұпайы 10. Ақботаның жалпы ұпайы 9. Жәнбекнің жалпы ұпайы 9. Азизаттың жалпы ұпайы 8. Менің жалпы ұпайым 9. Дұрыс. Жарайсыңдар. Отыра ғой. Шындан. Ақбота. Қымбаттың жалпы ұпайы 8. Аянаның жалпы ұпайы 4. Азерен жалпы ұпайы 7. Гүлнұрдың жалпы ұпайы 7. Ал менің жалпы ұпайым 8. Дұрыс. Отыра ғой. Рахмет. Нұршабай Рамазан тапсырмасы 3 балл, Барлығын білген. Рамазан жалпы ұпайы 10 балл, Мұхаммедқали Айсері жалпы баллы 9 балл, Тоқберген Бақтыгүл жалпы ұпайы 7 балл, Айрабай Ернұр жалпы ұпайы 6 балл. Балдарына қанағаттанасыздар ма? Енді бізге үйге қаңылардың қалалық мәдениетін оқу. Күнделікті ашып жазып алайықшы. Қаңылардың қалалық мәдениетін оқып келеміз. Қосымша ұлы жібек жолының халықаралық қатынастардың нығаюына әкелді ме, әлде керісінше қайшылықтары күшейту әкелді ме? Осы тақырыпта эссе жазып келеміз. 50-60 сөзден тұратын. Күнделіктеріне жазып алыңдар. Тұра берсін, қазір тұра. Күнделікті ашып жазып алыңыздар. Тапсырмасын қаңылардың қалалық мәдениетін оқимыз.